Қазақстанның санитарлық авиациясы қалай жұмыс істейді? Бұл әйелдің жағдайы өте ауыр. Инвалид көптен бері. Бірінші группаның инвалиді, екі көзі көрмейтін адам, екі қабат адам. Енді диагнозы енді өте көп. Бұл әйелді жаңағы кесарево сечение жасауға келе жатырмыз. Ауа қысымының өзгерісіне байланысты науқасқа қазір кислород қосып қойдық. Өйткені жоғарыда қалыпты оксигенация, жаңағы сатурация түсіп кетуі мүмкін, сондықтан алдын ала кислород қосып қойдық. Алыс дегенде қандай қашықтықтарға ұшады? Мысалы, тікұшақтар 250 шақырымға дейін жететін болса, ал кіші авиацияға жазатын А2-лер, ол самолеттер региондарда тұр, жаңағы аймақтарда олар 500 километрге дейін алады. Қазақстанның санитарлық авиациясына биыл 10 жыл. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі ауыр жағдайдағы науқастарды қалай тасымалдайды? Әуедегі медициналық қызмет қалай жүргізіледі және аспанда отырып адам өміріне араша түсетін мамандар қалай жұмыс істейді? Бүгін осы туралы айтамыз. Армысыздар, эфирде диагноз бағдарламасы. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы, яғни бүкіл Қазақстан бойынша ұшатын әуе кемесін біз үйлестіріп отырамыз. Яғни осында бүкіл ақпарат беріп кеп түседі. Кім қайда барғысы келіп жатыр? Осы орталығы диспетчерлік қызметке түседі. Бүкіл ақпарат. Осы жерден барлығын бағыттап отырасыздар. Бағыттап, короче, түскен өтінімді қарап, жаңағы негіздемесі бәрі бар болса, онда диспетчерлік қызмет жаңағы өтінімді тіркейді, оны электронный почта арқылы авиакомпанияларға жібереміз. Рұқсат береміз, сендерге ұшуға болады. Сонымен қатар аймақтық медициналық авиация бөлімшелеріне тоже жібереміз, чтобы олар білу керек оларда ұшатынын. Өйткені олар жаңағы өтінімді алмай, олар ешқайда ұшпайды. Медициналық бөлімшеде тәулігіне 3 дәрігер, 3 фельдшер жұмыс істейді, яғни 3 бригада. Бұл біздің қойма. Бұл жерде міне 3 бригаданың өзінің аппаратурасы. Бір бригада Семей қаласына ұшып кетті таңертең. Қазір міне бір бригада дайындалып жатыр. Бұл бригада қазір Павлодар қаласына жол тартады. Қазір міне бригада Павлодарда жүкті әйелді әкелуге дайындалып жатыр. Қалай қабылдап алады, оны өз ауыздарынан естулеріңізге болады. Бүгінгі сменада Зәуре Кенесина Иманбаева дәрігер, Садвакасов Жасұлан фельдшер. Кезекшілікке келген кезде біз өзімізде чек-лист деген қағаз бар, мына чек-лист. Мына чек-листтің ішінде барлық өзіміздің күнделікті қолданатын аппараттардың, медициналық құрал заттардың, сосын дәрі-дәрмектердің тізім бойынша тексеремін. Тізімде артық болмау керек, тізімге жетпей болмау керек, сәйкес болу керек барлығы. Осы тұрған бәрін аламыз, жолымызға, осының бәрін тасып алып кетеміз. Өйткені оның бәрі бізге қажет болуы мүмкін. Жағдай әртүрлі болады. Сондықтан таңертең келгенде бәрін, осы тұрғанның бәрін тексеріп аламыз. Неше сумкаңыз бар? Санағанымыз 12. Кейбір жағдайларда болады, жаңағы өтінімдер ауызша түсетін кездер болады. Мысалы, операция столының үстінде жүкті әйел жатыр, қан кетіп мысалы. Ол кезде кім қағаз дайындайды мынандай? Медициналық құжатты дайындау мүмкін болмай кетті. Ол кезде жаңағы үйлестіруші дәрігердің ақпараты бойынша біз әуе кемесін көтере аламыз. Өйткені шұғыл түрде, сондықтан ол қатып қалған қағида емес, біз науқастың жағдайына қараймыз. Өйткені дер кезінде бізге жету керек. Қандай ұшақтармен ұшасыздар? Як-40, Ан-24. Қазір Ан-24 бірақ ұшып жүрген жоқ, Як-40 ұшып жүрміз. Сосын тікұшақтар бар, еврокоптерлар. ЕЦ-145. Кейде Ми-8-мен де. Региондарда Ан-2-мен шығады. Ескі емес пе? Бұйырғаны дейді ғой. Бергенмен шығамыз. На замену Як-40 у нас тоже есть. Як-40 ұшағын жаңа борттармен ауыстыру жоспары бар. Жақын арада Швейцарияда жиналған Пилатус ұшағын іске қосамыз. Ол 2018 жылы медициналық модульмен шығарылған. Сондай-ақ Як-40-ты бізде 20 жылғы шыққан Пилатус 24 швейцариялық ұшағы алмастырады. Қазір Қазақстанда авиациялық индустрия зауыты бар. Олар Ресеймен бірлесіп Байкал сияқты жаңа ұшақпен жұмыс істеуде. Ол
Ол Ан-2 деп аталады. Әзірге бұл жоспардағы дүниелер, бірақ біздің министрлік шетелдік ұшақтарды тарту үшін тарифті түсіруге мүмкіндік берді. Алыс дегенде қандай қашықтықтарға ұшады? Мысалы, тікұшақтар 250 шақырымға дейін жететін болса, ал кіші авиацияға жазатын Ан-2-лер, ол самолеттер региондарда тұр, жаңағы аймақтарда олар 500 километрге дейін алады. Біздің негізгі медициналық қызметтерімізге жататын бұл науқастарды тасымалдау, оларға науқастың орналасқан жеріне байланысты білікті маман жоқ болса, сол жерге білікті маманды жеткізу, және науқастың жағдайы тасымалдауға жарамайтын болса, онда сол жерге білікті маманды жіберіп ота жасату. Сонымен қатар төртінші қызмет ол біздің дистанциялы арқылы кеңес беру. Мен осы санавиацияда ситуационный центр деп аталады, соның руководителі болып істеймін. Осы Ситуационный центр. Немен айналысасыздар? Не істейсіз? бүкіл осы елімізде, қазақ елінде, бүкіл облыстық ауруханаларда, қала бойынша клиникалардың бәрінде өте ауыр науқастар болса, соларға консультация, операция, жедел жәрдем көмектесуге, онлайн режимі консультация, или сол жаққа санавиация барып ұшып, кеңес беруге жасалады. Тегін көрсетіледі ме консультациялық көмек? Бәрі тегін. Дәрігер отырады, өз жерде дәрігерлер бар. Күндіз-түні консультация бере алады. Бүгінгі таңда түсетін жаңағы өтімдердің түрлерін қарайтын болсақ, ол жаңағы бала аурулары, жас нәрестелер уақытын мерзімінен бұрын дүниеге келуі, жүктілік кезіндегі асқынулары, сосын жарақат алған науқастар, әсіресе жол көлік апатына түскен науқастар, немесе жоғарыдан құлаған, әртүрлі жағдайдағы жарақаттанған науқастар бізде. Ең кішкене көбірек коронавирус, солдың консультация кішкене көбірек. Өте ауыр науқастарды консультация жасаймыз. Акушерство гинекологиядан болады консультация. Содан кейін басқа, мысалы, таракани хирургия дейді, өкпе жағынан да, балалар жағынан да. Мысалы, бүгін термический ожог болған 60% поражение, соған консультация болды. Қазақстан бойынша ғана емес, біз шетелде қалған өзіміздің азаматтарымызды өзіміздің елімізге қайтаратын тағы бір қызметіміз бар. Біз осы 11-ші жылда бастап есептесек, бармаған мемлекетіміз жоқ шығар. Таяу өзіміздің ТМИД елдерінің бәріне бардық деп айтсақ болады. Өйткені біздің көбінесе қазақстандықтар демалуды жақсы көреді. Ол Турция, ол Египет, ол Саудовская Аравия. Тіпті ана жаққа басқа құрлыққа кетіп қалған, Америкаға кетіп қалған. Ақштан да алып келесіздер ме? Көбінесе ол туристер, жаңа жарақат алғандар. Қазақстандағы телемедицина қазір қандай деңгейде? Телемедицина қазір өте жақсы көмек деп ойлаймын. Төңіректе, басқа жердегі дәрілерге. Өйткені басқа облыстың центрдің дәрігерлері жағдайлар енді шамалары кемей қалса, кішкене көмек керек болатын болса, олар бізге шығады. Осы жылдың басынан бастап, осы күнге дейін 65 мың консультация берілді бүкіл Қазақстан бойынша. Жедел жәрдем бригадасына бүгін Павлодар облысынан шақырту түскен екен. Қазір Павлодар өңіріне барып, аяқ ауыр келіншекті Нұр-Сұлтан қаласына қалай жеткізетінін өз көзімізбен көріп шығамыз. Осы выписка больнойдың құжаты больницадан шыққанда, сонда қарағанда бәрін оқып шығамыз. Осында бір күн жатқан адамның қағаздары да қараңыз, қаншама анализ алған. Сұрақ туындаса, ана жерде телефондары бар врачтардың, соған звондап сұрақтарымыз қоямыз. Олар айтады, осылай жағдай транспортабельный деп айтады. Транспортабельный дегеніміз тасымалдауға келетін жағдай. Кейде бізде жағдайлар болады, тасымалдауға жатпайды деп. Алмай кетіп қаламыз. Өйткені сол кезде бос келеміз кейде. Бірақ енді бәрін алып кетуге жағдай жасаймыз. Өйткені кейде адамдарды аяйсын, бізді күтіп отырады. Авиация ұшағының ішіндеміз. Екінің бірі бұл жерге келе бермейді. Тіпті журналистердің көзіне әуе кемесінің осындай түрінде түсірілім жасау қиынға соғады. Бірақ диагноз бағдарламасының түсірілім тобына дәрігерлермен бірге ұшып, ауыр жағдайдағы науқастарды қалай тасымалдайтынын көрсетуге рұқсат берілді.
Бұл әйелдің жағдайы өте ауыр. Инвалид көптен бері. Бірінші группаның инвалиді, екі көзі көрмейтін адам, екі қабат адам. Енді диагнозы енді өте көп. Бұл әйелді жаңағы кесарево сечение жасауға керектеміз. Бізде авиациялық қызметті орындайтын бізде әртүрлі компаниялармен бүгінгі таңда келісімшарт орналасқан. Мысалы қысты күнгі бізге жаңағы борттың дайын болуына 1,5 сағат беріледі. Ал жаздың күні уақытта 1 сағат. Төртінші адам кім? Ол кісі техник. Мында 3 пилот отырады. Екі основной пилот КВС, біреуі помощник. Моя обязанности входит обеспечение технического. Менің міндетіме ұшақты сапарға дайындау кіреді. Техникалық тұрғыдан тексерем. Қажетті сұйықтықтармен толтыру, арнайы газ бен құрал жабдықтардың жүктелуін қадағалау. Біз рейстің басынан аяғына дейін сүйемелдейміз. Күніне 2-3 рейс жасаймыз. Бүгін міне Павлодардағы науқасты алып кетуге бара жатырмыз. Неки біз Нұрсұлтаннан Павлодар қаласына ұшып келдік. Қазір ауыр халде жатқан аяғы ауыр келіншекті алып кетуге барамыз. Біз Павлодардағы облыстық нөмірі 1-ші перинаталдық орталыққа келіп жеттік. Дәрігерлеріміз барлық құрал жабдықтарын алып аурухананың ішіне кірді, ал еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты түсірілім тобына аурухананың ішіне кіруге болмайды, сондықтан біз дәрігерлерді осы жерде күтеміз. Данная пациентка у нас находится вторые сутки. Бұл пациент ауруханаға түскеніне 2-ші тәулік болды. Басында оның қант диабеті асқынып, қалалық көпсалалық аурухананың нефрология бөлімінде жатқан. Содан бізге аударды. Қант диабетінен бөлек пациентте созылмалы бүйрек ауруының 4-ші дәрежесі бар. Бұл науқасқа бала көтеруге болмайды. Бірақ денсаулығының нашарлығына қарамастан ол сәби сүйгісі келгендіктен көтерген. Ал біздің міндетіміз оның аман есен босануына жағдай жасау. Әйелдің жағдайы ауыр, сондықтан емдеу протоколы бойынша біз Астанадан санитарлық авиацияны шақырдық. Науқасты алып шықты дәрігерлер. Енді біз осы жедел жәрдем көлігімен Павлодар қаласының әуежайына барамыз. Мы еще по области ездим. Егер ауа райы ұшуға қолайсыз болса, біз облыс аумағында жедел жәрдем көлігімен жүреміз. Тікұшақ пен ұшақтар ауа райына байланысты шыға алмайтын кездер болады. Железенка, Екібастұз, Шербақты, Успен аудандарына барамыз. Жалпы жағдай қазір қауіпті баған науқас. Қазіргі уақытта өміріне қауіпті ешқандай көрсетіп тұрған жоқ. Жүрек соғысы жақсы нормада, қан қысымы жақсы. Нам главное внимательность. Бізге ең бастысы мұқият болу керек. Жолдар барлық жерде жақсы болмайды. Ойық шұрықтан өткенде көлік сілкілдемесінде бақырындап жүргіземіз. Өйткені ауыр жағдайдағы науқастарды тасымалдаймыз ғой. Бірақ жұмысым өзіме ұнайды. Адам өмірін құтқаруға ат салысатынымызды ойлағанда, игі жолында жүргендей сезінем. Әуежайға да келіп жеттік. Қазір науқасты ұшақ бортына кіргізуге дайындап жатыр. 1, 2, 3. Науқасты ұшаққа кіргізу үшін барлық команда мүшелері атсалысады деуге болады. Көріп тұрғандарыңыздай, ұшақтың ұшқыштан бастап жедел жәрдем көлігінің жүргізушісіне дейін дәрігерлерге көмектеседі. Барлық жағдайыңды айтып отыр, Динара. Бірдеңе бұлай болып кетсе, бірдеңе бір жерің ауырып кетсе, ішің ауырса, бәрін бізге айт. Есімім Динара, 34 жастамын, аяғым ауыр, 30 шақта. Астанаға апара жатыр авиациямен. Дәрігерлер айтып жатыр, енді сізге негізі көтеруге болмайды деп. Иә, болмайды. Кішкене қобалжу бар. Естідім Астанада. Осындай орталығы жақсы, дәрігерлері жақсы деп.
самолет көтерілген сайын адам несі атмосфера давлениесі көтеріледі да, мына самолеттің сыртынан. И біздің науқастардың сатурациясы түсе бастайды. Сондықтан біз кислородты бәріне береміз. Ауа қысымының өзгерісіне байланысты науқасқа қазір кислород қосып қойдық. Өйткені жоғарыда қалыпты оксигенация, жаңағы сатурация түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан алдын ала кислород қосып қойдық. 2400 рейс болатын жылына, қазір 2500 болды, биыл 3000 дейді, 3000 қатарында. Өйткені қазір қараңызшы, мынау 5 айдың ішінде 1411 рет ұшыппыз. Номері. Біздің номеріміз 1411. Мы хотим добиться, чтобы нашу медицинскую бригаду признали как экипаж. Біз медициналық бригаданы барлық артықшылықтары, қосымша төлемдері бар ұшу экипажы ретінде қабылдауға қол жеткізгіміз келеді. Бүкіл өркениетті әлемде осылай жасалады. Сақтандыру төлемі бар, мұның бәрі бар, бірақ бұл ештеңе емес қой. Егер оларды ұшу экипажына теңесе, мүмкін ертең ертерек зейнетке шығатын еді. Шынымды айтсам, біз бәріміз ұшақпен ұшамыз. Біз бәріміз жолаушыларымыз. Бір рет жақсы ұшамыз, қалыпты өтеді, бірақ кейде түрлі жағдай болады. Медициналық авиацияның өзіндік ерекшелігі бар. Үнемі ұшып, жолда жүргеннен жүйкесі тозуы мүмкін. Күніне түрлі бағытта 2 рет ұшу өте қиын. Біздің негізгі мақсатымыз болып табылатын бұл медициналық көмекті, жаңа жедел медициналық көмекті қолжетімділігін арттыру. Өзіміздің аймағымызды білеміз да, территориямыз қандай алыста орналасқандығын. Сондықтан мысалы көбінесе жол көлігімен жетуге мүмкін болмайды. Өйткені жолдың жағдайын бәріміз білеміз қандай болатынын. Сондықтан бұл әуе кемесімен жету және әуе кемесімен науқастарды орталықтарға немесе облыс деңгейіндегі ауруханаларға келу, ол халық үшін өте көп мүмкіншілік. Көп емес па қағаздарыңыз? Қағаздар көп. Бюрократ. Өйткені қазір пациенттен соған қарсы емеспін деген қағаз аламыз. Жол бойы біз қандай дәрі-дәрмек істейміз, сол үшін рұқсат аламыз. Өйткені юридически солай істеу керек. Мүмкіндік болмаса, бізде анандай ИВЛ-да болады. Онда қасындағы туысынан аламыз. Мынаның бәрін толтырып үлгересіз бе жеткенше? Жоқ, біз бұны уақыт болса кішкене жазамыз, бірақ барғасын, центрға барғасын толтырамыз бәрін. Короткий рейс где-то 4-5. Жақын қашықтыққа 4-5 сағаттай кетеді. Бұл Павлодар Қарағанды бағыттары. Ал Ақтау, Атырау, Орал жаққа ұшу уақыты ұзақтау. Ауыр халдегі науқастарды, әсіресе жаңа туған сәбилерді тасымалдағанда әрине қиналасың. Бірақ жақсылық ойлау керек. Бізде кейде попутный больнойлар, попутный болғанда, например, Қызылордаға барсақ, Қызылордаға баратын, Нұр-Сұлтаннан алатын пациент болады. Сондай пациенттер болса, бар жаққанда алып барамыз. Сонда енді көмек қой адамдарға. Осы жерден ұшып кеткенде жолдары болса екен деп тілейміз. Қайтып келе жатқанда аман есен қонса екен деп тілейміз. Науқастарын аман есен медициналық мекемелер тастағанда бір дейміз. Өзім кішкентай кезімден бірге көмектескенде, қамқорлық неге жақсы көрем. Әуедегі жедел жәрдемді тастап, жердегі көшу немесе жұмысымды ауыстырайыншы деген ойлар келмей ме? Ондай ойлар болған жоқ. Кейде бірлік болды енді ондай қатты сондай турбулентность болған кезде болды. Қонғаннан кейін, бір күн өткеннен кейін уже ойлайсың, өтті ғой енді, не бар ойлайтын деген сияқты. Біз медициналық қызметкер ретінде адамдарға айтайын дегенбіз біздің халыққа. Мынау Фейсбукта болсын, Инстаграмда болсын, адамдар бізге бәрімізді жамандап тастайды. Соған мен өте қатты ренжимін. 32 жыл ешбір адамды ренжіткен емеспін. Қолымнан келгенін істедім. Шынайы мынау өз профессиямды жақсы көремін. Сегодня мы выполнили 2 рейса. Бүгін біз 2 рейс орындадық. Біріншісі Семей, екіншісі Павлодар. Екеуі де ойдағыдай өтті. Науқастарды тасымалдау жоспардағыдай өтті. Біздің жұмыстағы басты міндет қауіпсіздік.
әкелінген науқас елордаға жеткізілді. Енді дәрігерлер оны Нұр-Сұлтан қаласындағы ана мен бала орталығындағы әріптестеріне тапсырады. Осымен медициналық авиацияның бір жұмыс күні аяқталды.